Ал Астанадағы ауа райы қозғалысты тежеді. Қалың жауған қардан қоғамдық көліктердің жүрісі қиындап, таксидің бағасы шарықтап кетті. Тіпті әуе қатынасы баяулап, рейстер кешігіп жатты. Коммуналдық қызмет болса, күшейтілген кестеде жұмыс істеуге көшкен. Қыс қылышын ұмытып кетсе керек. Көктемнің көкегінде долы боран ысқырды. Қара жер ақ көрпесін жамылды. Тоңғаннан тонымызды сандықтан қайта шығардық. Қазақ бұл құбылысты бес қонақ һәм өлара дейтін. Таңырқатқан таң, күпсек қар, күпті көңіл. Қаладағы қозғалыс тежелді. Табаны тайғақ темір тұлпарлар қазыққа байланғандай бір орында кісінеп тұр. Қоғамдық көлікте қоғамның күшімен күшеніп жатыр. Аспаннан қар емес ақша жауғандай такси қызметінің бағасы шарықтап кетті. Такси өте қымбат, ол деген сұмдық. 15 минут жерге 5 теңге такси шықты, қардың кесірінен. Яндекс мысалы Ресейдікі ғой. Сол қазақстандық сондай не жоқ та. Содан деп ойлаймын. Мысалы апару деген шығады, ол бірақ әлі дұрыс істелмеген-ау деймін, ол арасында өзі қуып қымбаттап кетіп жатыр. Автобустар аз болғандықтан іші лық толы, тұрғындар симай жатты. Амалы таусылғасын ба әлде қызық көрді ме, шаңғымен жүйткігендер де бар. Темір тұлпарды тастап, тірі тұлпарды тізгіндегендер де бар. Қаланың қақ ортасында ойқастап жүр. Ассаламалейкум, жігіттер. Астанаға мұндай көлемде көктемгі қалың қар соңғы рет 1996 жылы түсті деседі жұрт. Қазгидрометтің дерегі бойынша 3 күнде ай сайынғы нормадан 2 есе артық қар жауған. Біз негізі қысқы мерзімнен шығып, көктем мерзім көше жуу басталу сондай еді. Осы жақын арада 3-4 күн бұрын біз осыны біле бастады. Погода өзгеріп келе жатқанын. 2 айлық норманы 2-3 күнде тазалап тастау мүмкін емес. Енді қолдан келгенше күні-түні 2 ауысым, 3 ауысымда да жұмыс атқарып жатырмыз. Таза көшелерде маңдай тердің табы бар. Қаланың коммуналдық қызметтері тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Гүлмира апамыз 10 жылдан бері жұмысшы болып еңбек етіп келеді. Қар тазарту анау айтқандай оңай іс емес дейді. 3-4 күн бұрын біз ана мусор теріп, құм сыпырып жүрдік. Ол кезде жақсы болды. Қазір міне аяқ астынан қар жауды міне. Оны халықтар түсінбейді мысалы. Техникалар да үлгермей жатыр. Қар көп, қыстай жаумаған қардың енді жауып. Онда соны халықтар түсінсе. Көліктің дөңгелегін ауыстыратын жерде де қызу жұмыс. Кеше мен жазға ауыстырғанмын. Енді қыс келді, қайттан қысқа ауыстырып жатырмын. Енді ұзақ болатын шығар деп әлде сенім жоқ еді. Қаланы қалың қардан тазартуға 1700-ден аса техника мен 2200-ге жуық жұмысшы жұмылдырылған. Синоптиктердің болжамы бойынша күн күрт жылынуы мүмкін. Алдағы аптада тіпті +15-ке дейін барады деп отыр. Сол кезде мынау қалың қар тазартып үлгермесек, көше көлге айналуы мүмкін. Бүгін шаңғы тепкенде ертең қайыққа мінсе таң қалмаңыз. Өйткені Астананың көктемінде ондай оқиғалар болып тұрады. Азамат Бейбітұлы, Еркінжан Керімжан, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.